жанагы заводқа ешқандай қатысы жоқ деп атасыз. Жоқ, ол ана светтің жоқ болғаны, ол енді таза ана жаңағы мен интернеттен ашылып компаниялар, мен соның тікелей өзіне шығам. Енді Wi-Fi мен қосылып мен шығам. Осы күнге дейін шығып көрмедіңіз бе? 2 күн свет жоқ болды ғой енді. Кеше свет жоқ болмаған, ол плановый ремонт. Ана ол заранее хабарлап айтты. Керекті уақытта осындай жұмыстар жүргізіледі деп, свет болмайды. Қанша күн? Екінші күн деді. Екінші күн Қойтас пен екі ортада жөндеу жұмыстар дейді. Егер келе жатсаң, кеше мен өзім көрдім. Электриктер жүрген, столбтар тартып жүр ма? Иә, көрдім я. Осындай таза ремонт жұмыстарына байланысты. Соған байланысты свет жоқ. Ол заранее хабарлап айтылады. Үй жұртқа міне осы уақыттан осы уақытқа свет болмайды, жарық болмайды. Осындай жағдай. Ал енді ана светтің мына ешқандай заводқа ол енді ешқандай қатысы жоқ. Ол таза жаңағы обслуживающий компанияның. Адами тұрғыдан алғандағы сөзіңіз осы заводтың салуына қарсысыз ба, демек қолдайсыз ба? Өз ойыңыз. Адами ретінде. Мемлекеттік қызметкер болғандықтан ондай сұрақтарға мен жауап бермеймін. Неге өзіңіздің басыңызға біреу шектеу қоя ма? Мен басыма ешкім шектеу қойып тұрмын. Неге өз ойыңызды айта алмайсыз? Мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін әр нәрсенің өзінің орны болады. Үстіп қашасыздар ғой аға, сұрақтан болмайды ғой. Мен қашып тұрғам жоқ. Міне, жалпы қазақ елінде міне болып жатқан осы. Ерлан, Кенешбаев Ерлан. Одан да мына кішкене позитивті жаз. Енді позитивті жазар едім аға, егер тауымызды ластамай жатса, сен алдымен халыққа зияны келмей жататын тірліктер істеп жатса. Сен былай істе. Ертең енді мысалы жұмыс басталып жатса, жарып, сол кезде көр. Қазір жарып жатыр ғой. Жарып жататын олар әлі уақыттарын алған жоқ әлі. Аға, менде бүкіл видео бар. Өзім барып көріп келдім таудың басына. Енді ол видеоны енді мен түтінінде көргем жоқ, шаңында көргем, оны өтірік ештеңе деп айта алмаймын. Бірақ та сол кезде нақты міне осындай жағдай туындап, міне шаң деген міне ауылды басып тұр. Міне сол кезде сіздердің жұмыстарыңыз көрінсе, онда енді ол нұр үстіне нұр, мен оған қарсы емеспін. Өздеріңіз естігендей жауап. Жауапкершіліктен қашу деген осы болады. Жалпы әкім ауылдың ішіндегі не болып жатқан бәріне жауапты адам деп түсінеміз ғой, дұрыс па? Халық солайынан сайлайды. Сол үшін ол әкім болады. Халықтың шаруасын шешуге. Ал мына жерде міне көпір салып отыр екен аяқ астынан. Осының бәрі өздерінің жаңағы фабриканың салынуына керекті болғандықтан осындай жұмыстар жүргізіп жатыр деген ойға келеміз. Әйтпесе басқандай ой жоқ. Күршім менен Маралдың арасында жолды салып алмай жатып, ауылдың ішінен таудың басына қарай жол салу деген енді ол ақшаның көзін андығандар, жәнегі халықтың мүддесін мүлдем ойламайтындардың тірлігі тікелей дәлел. Керемет мынау тұман су таудың басынан ағып жатқан бұлақтың суы. Осы бұлақтың суларына осы арада тұрғын мекен тұрғылықты адамдары алаңдаулы. Осының бәріне ертеңгі анау алтын менен тасты ажырататын цианид деген улы зат осы суға тамшы түссе болды. Барлық Шығыс Қазақстан қауіптің астында қалады деген күдігіміз бар.